Саламатсыздар ма? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша 12-ші дәрісті бастайық. Тақырыбы жасанды интеллект және смарт технологиялар. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші заттар интернеті туралы түсінік, екінші үлкен деректер, үшінші блокчейн, төртінші сұрақ жасанды интеллект және оның зерттелуінің негізгі бағыттары, смарт қызметтерін пайдалану, сонымен қатар телеконференция және телемедицинаны қарастыратын боламыз. Заттар интернеті, Internet of Things немесе IoT дейміз. Бұл бір-бірімен немесе сыртқы ортамен өзара әрекеттесу үшін кіріктірілген технологиялармен жабдықталған физикалық заттардың есептеу желісінің тұжырымдамасы болып табылады. Мұндай тұжырымдаманың мысалы ретінде ақылды үйлерді, смартфондар, планшеттер және датчиктермен жабдықталған кез келген заттар, яғни автомобильдер, өндірістік жабдықтар, реактивті қозғалғыштар, мұнай қондырғыларын және тағы басқаларын жатқызуға болады. Осы заттардың барлығы деректерді жинайды және оларды бір-бірімен бөліседі. Бұл тұжырымдама екі технологияның дамуымен байланысты. Радио жиілікті сәйкестендіру және сымсыз сенсорлық желілер болып табылады. Енді осы технологияларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, сымсыз сенсорлық желі бұл радио арна арқылы біріктірілген көптеген сенсорлардың және атқарушы құрылғылардың таратылған өзін-өзі ұйымдастыратын желісі. Сонымен қатар мұндай желінің қамту аймағы бір элементтен екіншісіне хабарламаларды қайта жіберу қабілетіне байланысты бірнеше метрден бірнеше шақырымға дейін болуы мүмкін. Бұл технология мониторинг, басқару, логистика және тағы басқаға байланысты көптеген практикалық мәселелерді шешу үшін қолданылады. Ал екінші радиожиілікті технология бұл транспондерлерде немесе RFID тектерінде сақталған деректерді радиосигналдар арқылы оқылатын немесе жазылатын объектілерді автоматты түрде сәйкестендіру әдісі болып табылады. Бұл технология кейбір объектілердің қозғалысын бақылауға және олардан аз мөлшерде ақпарат алуға өте қолайлы. Үлкен деректер ақпараттық технологияларда 2000 жылдардың соңында қалыптасқан есептеу желісінің көптеген түйіндері бойынша тарату, үздіксіз өсу жағдайында тиімді адам қабылдайтын нәтижелерді алу үшін орасан зор көлемдегі және құрылымданбаған деректердің құрылымдық және құрылымданбаған деректердің өңдеу тәсілдерінің құралдары мен әдістерінің жиынтығы. Деректер базасын басқарудың дәстүрлі жүйелеріне және бизнес-интелligence класының шешімдеріне балама болып табылады. Бұл серияға белгісіз құрылымдалған деректерді ең алдымен NoSQL санатындағы шешімдермен, MapReduce алгоритмдермен, бағдарламалық кадрлармен және Hadoop жобасының кітапханаларымен жаппай параллель өңдеу құралдары кіреді. Блокчейн. Бұл кез келген өмірлік мәселелерге қатысты ақпаратты сақтау технологиясы. Криптовалютаға қатысты блокчейн баламалы ақша бірлігі мен биткоин төлем жүйесінің бүкіл кезеңінде жүзеге асырылған ақша аударымдары жүйесіне қатысушылар арасында жүргізілген ақпарат туралы ақпаратты тіркеуге кепілдік береді. Сондай-ақ жылжымайтын мүлікке құқықтар, бұрын берілген қарыздар, жол ережелерін бұзу, неке қию және тағы басқа туралы ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. Блокчейн құрылымы бойынша белгілі бір ақпаратты қамтитын блоктар тізбегі бар. Бұл жағдайда тізбектің барлық блоктары бір-бірімен байланысты. Блок жазбалар тобымен толтырылған және жаңадан пайда болған блоктар әрқашан тізбектің соңына қосылады және жүйенің бұрын жасалған құрылымдық бөлімшелеріндегі ақпаратты қайталайды, оған жаңасын қосады. Блокчейн тізбегінің құрылысы үш негізгі қағидаға негізделген: бөлу, ашықтық және қауіпсіздік. Жүйе пайдаланушылары компьютерлік желіні құрайды. Бұл ретте әрбір дербес компьютерде блоктардың әрқайсысының көшірмесі сақталады. Блокчейн туралы ақпарат кез келген адамға қолжетімді. Жүйедегі барлық деректер қорғалған. Блокчейн тізбегі сенімді шифрланған. Бұл сенімді және ашық ақпарат алу жолдарын ашады.
Растау үшін арнайы кілт қолданылады. Пайдаланушы жүйемен анықталатынына немесе анықталмайтынына байланысты. Бұл блокчейн технологиясы және бұл бұның басты ерекшелігі болып саналады. Жасанды интеллект. Жасанды интеллект бұл информатиканың бір саласы. Оның шеңберінде дәстүрлі түрде интеллектуалды болып саналатын адам қызметінің түрлерін аппараттық және бағдарламалық модельдеу міндеттері қойылады және ол шешіледі. Заманауи интеллектуалды ақпараттық технологиялар бұл жасанды интеллект саласындағы жетістіктерге сүйенетін есептеу машиналары арқылы ақпаратты өңдеу және есептерді шешу технологиялары болып табылады. Тұтастай алғанда жасанды интеллект жүйелері бейресми деп аталатын үлкен және өте маңызды есептер класын шешуге бағытталған. Оларға келесі ерекшеліктердің біреуі немесе бірнешеуі бар есептер кіреді. Есептің алгоритмдік шешімі белгісіз немесе шектеулі болғандықтан қолдануға болмайды. Есепті сандық түрде анықтау мүмкін емес. Есепті шешудің мақсаттарын нақты анықталған мақсатты функция тұрғысынан көрсету мүмкін емес. Шешім кеңістігінің үлкен өлшемі немесе динамикалық өзгеретін деректер мен білім. Жасанды интеллект зерттеулерінде екі негізгі бағытта ажыратуға болады. Біріншісі бағдарламалық, прагматикалық. Осы уақытқа дейін шешімі тек адамның құзыреті болып саналатын мәселелерді шешуге болатын бағдарламаларды құрумен айналысады. Бұған тану және ойын бағдарламалары, логикалық есептерді шешуге арналған бағдарламалар, іздеу, жіктеу және тағы басқалары жатады. Бұл бағыт компьютерлердің қолданыстағы модельдеріндегі интеллектуалды есептерді шешу алгоритмдерін іздеуге бағытталған. Екінші бионикалық. Тірі адам миына тән және адам проблемаларын шешу процесінің негізінде жатқан құрылымдар мен процестерді жасанды түрде көбейту мәселелерімен айналысады. Жасанды интеллект мәселесіне бионикалық көзқарас аясында нейроинформатиканың жаңа ғылымы қалыптасты. Оның практикалық нәтижесі 6-шы буын нейрокомпьютер есептеу машинасының дамуы болды. Смарт қызметтерін пайдалану. Заманауи теледидардың негізгі жабдықтарында келесі функциялар жиынтығы ұсынылады. Аналогтық және сандық эфирді көрсету, сыртқы көздерден бейне көрсету, соның ішінде 3D форматында. Кез келген қалыпты бейнені 3D бейнеге түрлендіру, IPTV фильмдер мен хабарларын көрсету, әртүрлі медиа файлдарды, бейнелерді, музыканы, фотосуреттерді теледидарға қосылған USB дискісінен немесе қашықтықтағы жадыдан желі арқылы ойнату. Интернеттегі серфинг, Facebook, Twitter, YouTube, Picasso немесе Yotoplay сияқты әртүрлі желі қызметтерге жедел қолжетімділік. Виджеттер, Skype бейне қоңырауларын қолдау, брендтік желі дүкен арқылы қосымшаларды жүктеу. Телеконференция. Бұл желі қолданушылары арасында ұйымдастырылған тақырыптық хабар алмасу болып табылады. Хабарламалар пайдаланушылардың жеке мекен-жайларына емес, телеконференция мекен-жайына жіберіледі. Яғни алушы алынған хабарламаға желінің басқа пайдаланушыларына қол жеткізуге мүмкіндік беретін сервер болып табылады. Телеконференциялар бірнеше параметрлер бойынша жүктелуі мүмкін. Ақпарат алмасуды ұйымдастыру тәсілі бойынша кешіктірілген режимдегі конференциялар, телеконференцияны басқару тәсілі бойынша модерацияланатын және модерацияланбайтын, яғни жүргізушісі немесе жүргізушісіз. Телеконференция материалдарына қолжетімдік деңгейі бойынша іс-шаралар ашық және жабық. Телемедицина. Қашықтықтан медициналық көмек көрсету және уақытылы кеңес беру үшін заманауи коммуникациялық технологияларды қолдануға негізделген медицина салаларының бірі. Негізгі телемедициналық бағыттардың ішінде мыналарды атап өту керек. Телемедициналық кеңес беру, телеоқыту, операцияларды онлайн трансляциялау,
қашықтықтан биомониторинг және үйдегі телемедицина. Мұның бәрі телекоммуникациялық технологиялар арқылы қолдау табады. Медициналық ақпараттың барлық түрлерін берудің көптеген стандарттары бар. Оларға тоқталатын болсақ, ASTM, ASC X12, IEE Medix, NCPDP, HL7, DICOM және тағы басқалар. Сондықтан медициналық мәліметтермен алмасудың бірыңғай стандартын құру туралы мәселе барған сайын өткір болып отыр. Стандарттарды әзірлеу жөніндегі әрбір топтың белгілі бір мамандануы бар. Осылайша ASC X12N электрондық құжаттарымен алмасудың сыртқы стандарттарымен, ACTM 3111 зертханалық сынақтардың деректермен алмасу стандарттарымен, IEE P1157 медициналық деректермен алмасу стандарттарымен байланысты тағы басқалармен айналысады. Осы дәріс бойынша бекіту сұрақтары алдарыңызға көрсетіліп тұр. Осы сұрақтарға жауап берулеріңіз сұралады. Қолданылған әдебиеттерді де экраннан көруге болады. Назарларыңызға рахмет.